Сәлем балалар, бүгін 67-ші сабақ. Бүгінгі сабақта біз есепті үйренеміз, есептің не екенін түсінеміз. Ендеше бірінші тапсырмаға қарайық. Сырым мен Әлия ұшақпен саяхатқа шығуға жиналды. Олар әуежайдағы ұшақтарды бақылап, оларды санады. Ендеше қараңыздар, ұшу алаңында 6 ұшақ тұр. 2 ұшақ келіп қонды. Неше ұшақ болды? Осыны табу үшін есеп шығарамыз. Ал есеп мынадай бөліктерден тұрады екен. Есептің шарты, мінекей ұшу алаңында 6 ұшақ тұрды, 2 ұшақ келіп қонды. Есептің сұрағы неше ұшақ болды? Есептің шешуі, бұл неше ұшақ болған табу үшін біз мына 6 ұшаққа келіп қонған 2 ұшақты қосамыз. Сонда шешуі 6 қосу 2 тең 8 ұшақ. Есептің жауабы 8 ұшақ болды. Сонда жазғанда мінекей осылай жазамыз. Тұрды 6 ұшақ, қонды 2 ұшақ, болды белгісіз ұшақ. Және осы болды қанша ұшақ болған табу үшін шешуі 6 қосу 2 тең 8. Сонда жауабы 8 ұшақ екен. Мінекей балалар осы есепті мұқият қарап түсініп алыңыздар. Алдағы есептердің барлығын тура осылай шығарамыз. Енді балалар естеріңде сақтаңдар. Есептің берілуін қысқаша жазуға немесе сұлбасын салуға болады. Қысқаша жазылуы деген, мысалы, жаңа айтты ғой, тұрды, мінекей, қысқаша жазуы. Тұрды 6 ұшақ, қонды 2 ұшақ. Сонда барлығы қанша ұшақ болды дейді. Мінекей осылай қысқаша жазсақ болады. Немесе есептің сұлбасында, мінекей, мінекей мына жақта 6 ұшақ болды, тұрды, оған келді 2 ұшақ қонды, және осының барлығы қанша ұшақ болды? 8 ұшақ болды. Осылай сұлбасын жазсақ болады. Немесе мына жерде 8 деген ол 2 және 6 деген сандардың құрамы. Осылай жазамыз. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Келесі тапсырма есепті оқы, есептің қысқаша жазылуы мен сұлбасын түсіндір дейді. Ұшақта 70 адам болды, ұшақтан 30 адам шықты. Неше адам қалды дейді. Неге қысқаша жазылуы ендеше осылай болады екен. Болды 70 адам, шықты 30 адам. Қалды. Қанша адам қалды? Белгісіз. Енді шешуі қанша адам қалған табу үшін шешуі біз не істейміз? Барлығынан қанша адам шықты, соны азайтамыз. Яғни 70-тен 30-ты азайтамыз. Сонда 40 адам болады екен. Сонда есептің жауабы 40 адам. Неге осылай шығарамыз? Мына сұлбасын түсіндір дейді. Мына жерде көрсетіп тұр. Өзі барлығы 70 адам болды екен. Одан 30 адам шығып кетсе, қанша адам қалады дейді. Мына жерде сұлбасымен көрсетіп тұр. 30 адам шығып кетсе, қанша адам қалу үшін? Неге 70-тен 30-ды азайттық. Сонда 4 деп жазып қойыппын ғой, кешірім сұраймын. 40. Яғни 40 адам қалады мына жерде. Келесі тапсырманың қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыр, оларды шығар дейді. Ендеше бірге шығарайық. Бірінші А тапсырма бізде болды 100 билет, сатылды 70 билет. Қалды сызықша белгісіз билет. Өзі барлығы 70 билет болған, 100 билет болған, оның 70 сатылып кетті. Сонда қанша қалды? Оны табу үшін есептің шешуі, яғни біз 100-ден 70-ті азайтамыз. Сонда 30 қалады екен.
Сонда жауабы қалды 30 билет. Мінекей аны осылай шығарамыз. Келесі тапсырмасы. Отырды 70 адам, келді 20 адам. Болды белгісіз адам. Есептің шешуі. Енді қараңыздар, осы барлығы 70 отыр. Оған тағы да 20 кеп қосылса, яғни қосу 20 қанша болады? Барлығы 90 болады екен. Сонда жауабы 90 адам. Мына жерде жақшаның ішінде а деп жазасыздар. Мінекей үшінші есепті осылай шығарамыз. Төртінші тапсырма неше сағат көрсетіп тұр? Мына жақта 3 сағатты көрсетіп тұр. 3 сағатты көрсетіп тұр. Екінші бізде 5 сағатты көрсетіп тұр. Одан кейін бізде 8 сағатты көрсетіп тұр. 3 сағаттан 5 сағатқа болғанға дейін неше сағат өткен табу үшін біз 5 сағаттан 3 сағат азайтамыз. Сонда 2 сағат қалады. Яғни мына сағаттан мына уақытты көрсеткенше 2 сағат өтті. Келесі 5 сағаттан 8 сағатқа өткен кезде қанша уақыттың өткен білу үшін біз 8 сағаттан 5 сағат азайтамыз. 8 сағаттан 5 сағат азайтса қанша шығады? 3 сағат өтеді. Яғни мына жерден мына жерге дейін 3 сағат өтті. Мінекей төртінші есепті осылай шығарамыз. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.